Осы Мереке ханымның арқасында шүкір деймін Аллаға. Біріншіден диагнозым онкологиядан, емтектен, көкіректен, и содан кейін бел сүйекке өтіп кетті деді. Метастаз тастап қойған. Қандай стадия? Басында 4 деді, қазір Құдайға шүкір 2-ші стадия. Қаралып жатырмын. Осынан бальзамды Мереке маған ноябрьде келіп, осыны іш, тұрасың орнынан деді. Соның арқасында мені... Бір айдан кейін емшек қалай болды? Бір айдан кейін шүкір операция ашқандай болмайды деді. 4-ші химиядан кейін операция жасайсың деген, жасалған жоқ. Одан 6-да жасайсың деді, жасалмады. Мені қазір сонымен келе жатырмын. Қанша рет күніне іштіңіз? Күніне 2 мезгіл іштім. Бірінші кезде азанда, сағат кешкі тамақтың алдында. Тек қана перфекта виталити? Осыны ғана іштім. Смарт қалыпты. Иммунолюкс ішті. Сол қазір 4 айдан кейін УЗИге жақсы сүйектердің бәрі результат бар, шанс бар деді врачтар. Сонымен өз-өзіме келдім, шүкір деймін Аллаға. Жүре алмай қалдым. Басында мен тұра алмай қалғам белімнен. Қазір шүкір тұрамын, жүремін. Суды қалай ішкеніңізді айтып жүрсіз? Суды кәдімгі Мереке қалай айтты, Мереке ханым мен солай іштім. Азанда, ашқарында кәдімгідей. Оны суда мен ашқарында азанда кешке дейін ішіп жүре бердім. Оқырмаған. Менің арманым тұрып кету болды, мен ешқандай қараған жоқпын. Кешке дейін спрейді іше бердім, оған қараған жоқпын. Больницада жаттым, больницада да мен врачтар ішпе, кейбір врачтар айтты, мұны ішуге болмайды деп, қараған жоқпын, іштім. Өз-өзімді іштім, анализдерім шүкір, жақсы, бәрі қазір. 4 айдан кейін маған врачтардан сұрадым, өте жақсы. Жақсыға барайтыңыздар деймін, шанс бар, болады деді. Сонымен қазір химиямды алып атқан жоқпын, тоқтадым, только сүйектігін алып кетем. Қанша балаңыз бар? 3 балам бар, 3 ұлым бар. Мамандығыңыз қандай, кім болып келіседі? Мектепте вахтер. 4 айдан кейінгі айтшы, өкпедегің... Өкпеден бәрі жақсы деді, результатың өте жақсы, ешқандай таза деді. Мастопатия ғой, иә? Иә, еді. Емтекте, енді егер өстіп химия ұстап тұрса, жақсы өзіңді ұстасаң, операция болмайды, лезу пышаққа түспеу керек. Химия қазір алып атқан жоқ, менің алдым, 8 химия алдым, 8-ден кейін қазір сүйектің ғана алып атқан. Ойнап алды химия. Химияда мен ешқандай құсқан жоқпын, ел құсап қиналған жоқпын, көп адамдар көрді. Сонда бальзамды неше ай болды ішіп атқаныңыз ба? Ноябрьден бастап іштім, маған Мереке естіп, мені түскенімді кейді. Ноябрь 20-шы жылдан бастап, е? Іштім, 1 октябрьде мен түстім негізі больницаға. Оның алдында қауіпке бардым. Сәл ұзатып алдым, оның үстіне бірінші кезде коронавируспен мен шыға алмай да қалдым үйден. Жоқ, шүкір Аллаға. Бірінші Мереке ханымның арқасында, екінші бір ақ қалатты врачтардың арқасында. Сонымен мен ішіп келе жатырмын. Қанша ай сонда ішіп жатсыз қазір? Мен ноябрьден бастап. 10 ай болды ғой. Бүгін 3-ші тамыз 2021 жылы. Таблеткасын ешқандай таблетка ішпеймін. Анда-санда обезболивающий, қатты ауырғанда сүйектерім ішемін. Бірақ только осымен келеді. Ешқандай таблетка ішпеймін. Смарт, бальзам, смарт, иммунолюкс арасында қостық, тағы ішу керек. Павла спрингті қостық. Сөйтіп, бұлай ішесің, бұл бір жақсы, позитивно қалайтын солай ішіп отырды. Мен ішіп кеткен өз-өзіме негізі, өз-өзімді қатты тастап та жіберген. Тұра алмай да кеттім, бірақ құрдым. Молодец. Мереке ханымның арқасында мен айтам, өзімнің класстасым, өзімнің бауырым. Қалай сіз класстасыңызға сендіңіз? Менің класстастарым сенбей жатыр ғой. Жоқ, мен сендім, мен барлық класстастарыма онкологиядағы жатқан келіншектерге дейін айттым мен. Алыңыздар, маған өйткен келіншектер айтты, бұны қалай ішіп жүрсіз? Болмайды. Ішіп жатырмын, өзіме өзім боламын. Болмайды дегенде мен өзіме ішіп біліп тұр. Заведующийге кіріп тұрып, маған өзіңе ұнаса іш деді, ешқандай қайтармайын деді. Мен іштім. Қандай керемет заведующий, ол үшін соған ақша айту керек. Көп докторлар ішпе дейді ғой. Көп келіншектер ол жерде жатты, ойбай бізге ішпе деп айтты деді. Жоқ, мен іштім. Метастаза үлкен, кәдімгі сүйекке кеткен, өкпеге кеткен, жүре алмайтын. Мен белімді байлап жүретін. Бұл кісі усиленно ішіп тұр ғой, көрдіңіз ба? Не бар, бәрін ішіп тұр ғой. Мен барғанда бірінші күні спрей құйып кеттім, сол кезде уже анализім жақсы деп шығып кетті. Спрей деген сильнейший ғой. Сосын айттым, можно я на русский переведу, да? На русский язык. Рабиға рахмет. Рабиге ханым 49 лет, моя ровесница, оказывается. Вот по просьбе, по совету своей одноклассницы.